Саламатсыздар ма? Мен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қадыр Мырза Әли атындағы жалпы орта мектебінің информатика пән мұғалімі, есімім Капишева Зульфара Жұмабековна, педагог сарапшы мұғалім. Бүгінгі ашық алаңда сіздерге инклюзивті білім беру, интерактивті ойындарды қолдану тақырыбында жұмысымды ұсынғым келіп отыр. Бүгінгі жұмысымның негізгі мақсаты оқушылардың информатика пәніндегі интерактивті ойындар арқылы тиімді түрде дамыту және инклюзивті ортада әртүрлі деңгейдегі оқушылардың қатысуын қамтамасыз ету. Бүгінгі негізгі зерттеу сұрағым инклюзивті ортада оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес қандай ойын әдістерін қолдану тиімді болады деген зерттеу сұрағын алып отырмын. Әріптестер, ойындар мен білім екі әлем бе? Сіздер ойындарды тек көңіл көтеру немесе уақыт өткізу үшін ғана қолданасыздар ма? Әлде олар білім беру процесінде маңызды рөл атқара ма? Егер иә болса, қандай ойындар оқушылардың білімін жақсартуға көмектеседі деп ойлайсыздар? Өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырсаңыздар. Я болмаса жазып сияқты. Әріптестер, былай болады. Қазір біздің оқушыларымыз жай білімді қабылдағысы келмейді. Оларды сол ойын арқылы, әдіс арқылы қызықтырмасақ, таң қалдырамаймыз. Қазіргі заман талабының өзі осыны қажет етіп отыр, иә? Олай болатын болса, инклюзивті білім берудің мәні оқушылардың әртүрлігін ескере отырып, тең қолжетімділік пен мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Мен жаңағы цифрлық ойындар алып отырмын да, ойын әдістерінің түрлері мен олардың тиімділігі компьютерлік бағдарламалар немесе мобильді қосымшалар арқылы білім алу, көру және есту арқылы ақпаратты жақсы қабылдайтын оқушылар үшін. Сіздердің алдарыңызға қазіргі инклюзивті білім беру бүгінгі күні өзекті тақырып. Ерекше мән беріліп қарап отыр. Мен сабақ беретін сыныптарда инклюзивті білім берудің екінші тобына жататын оқушыларым бар. Осы бойынша мен сабағымның тақырыбы компьютерде жұмыс істеу кезінде өзіңе қалай зиян келтірмеуге болады. Оқу мақсаты қауіпсіздік ережелерін бұзу салдары туралы талдау. 5-ші сыныптағы сабағымды назар аударсаңыздар. Естіліп тұр ма екен? Дауысы естілмейді. Қайтадан демонстрация жасаған кезде звукпен бірге жасасаңыз. Бара. Мына несіне салып қойып отырмын. Естіліп тұр? Естілмейді дауысы. Дауыс Өзіңіз естілмейді. комментарий айта Бара. берсеңіз. Демонстрацияңыз тоқтатыңыз да, Гүлсілбара. Қайтадан демонстрация жасаған кезде со звуком дегенді басып, қайтадан қойыңыз. Сонда видеоңыздың дыбысы естіледі. Демонстрацияны тоқтатуыңыз болады. Қас. Енді қалай қазір? Қосқан. Енді қосылды. Сабаққа келер кезде тамақ келу болмайды, және қолыңызды ластауға апайдан рұқсат етіңіз. Компьютерлерге ұрынбауға қолданылатын 60%-ға жуығының көру қабілеті нашарланады. Келесі компьютердің алдында ұзақ уақыт қозғалыссыз отыру бұлшық ет пен буындардың жұмысына зиянын тигізеді. Біз жұмыссыз ошағында орнынан тұрмай көзді дем алғанын басшысы орындау керек. Компьютерде жұмыс істеу кезінде көздің экранға ең қолайлы қашықтығын 60-70 сантиметр сақтау керек.
Tағы да бар ма? Sağımızın taqırıqı kompüter iş болуы сонда да үй тапсырмасын ноутбукте орындай берді. Осындай 5-класста осындай интерактивті ойындарды қолдану Умайгра, Лайборг, Шитском, Борд, Вол, Суперкит, Көйзес ойындарын қолдандым. Сонымен қатар мына жерде де мен әртүрлі сыныптардағы интерактивтерді ойындарды қолдануға сабағымды қысқаша ұсынып отырмын. Бұл ойындар арқылы біз оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра отырып, жеке оқушылармен жұмыста жүргізуге де тиімді деп ойлаймын. Мысалы, сыныптардағы көп үндемейтін, белсенділігі жай оқушылармен жұмыста жүргізуге болады. Келесі, сонымен қатар, менің оқушыларымның ішінде өте белсенді, гипербелсенді оқушыларда да бар. Осындай оқушылар үшін мен қозғалыс ойындары сабақ үрдісінде қолданудың тиімділігін байқадым. Мен сіздердің алдарыңызға интеллектуалды ойындарды қолданған 11-ші сыныптың сабағын ұсынғым келіп отыр. Шешімге қоямыз. Кітабыңызды жауып, экранға жауап берейін. Апайдың инновациясы менің телефонымнан ақылды. Біз қазір не істейміз? Ең бірінші тақырыпқа шолу жасаймыз. Қазақстандағы цифрландыру еліміздің экономикасы қоғамдық өмірінің жаңғыртуы. Бағыттары адами капитал дамыту, цифрлық жүйе жолын іске асыру, инновациялық экономиканы құру, мемлекетке салалар ету, экономиканы цифрландыру, бағыт. Біз қазір не білетін сияқты деген ойын ойнайтын боламыз. Олай болса ойын бастайық. Мен оқымай-ақ қойып, үйдегі оқып беріңіздер. Сұрақ болмай өте. Олай болса, біріншіден айтқанда білдіресің. Жауын айтып. Менің технология. Тағы сіз не білдіресің? Көрейік мысалы. Делать жауап берді. Ал өте оңайсыз да. Сіз жауап берейік. Көмексіз апай көп қоланады, ойланайық, өте оңай. Кәне кімді сияқты?
Келесі 7-ші сыныпта нон-стоп әдісі арқылы оқушылармен осындай бір гипербелсенді оқушылармен осындай ойындар өткізуге болады. Өткізген сағаттар бойынша жауап бересіздер. Файлдармен орындалатын амалдар. Файлдармен қандай амалдар орындалады? Іс-қимылдар арқылы көрсетіп, оқушылар соған жауап беріп отыр. Оқушылар өздері дайындалып келіп. Келесі. Инклюзивті білім беру қазіргі басты мәселе деп айтып отырмыз. Ендеше әріптестер, мен өздеріңізге мынадай талқылау сұрағын ұсынғым келіп отыр. Ойларыңызды айтуға да немесе жазып пікірлесуге де болады. Я болмаса мен жазып. Ойындардың көмегімен әртүрлі қабілетте оқушылардың арасында тең мүмкіндіктерді қалай қамтамасыз етуге болады? Инклюзивті ортада білім беру процесінде кездесетін басты қиындықтар қандай және оларды ойындар арқылы қалай жеңуге болады деген осындай талқылау сұрағын мен бөліскім келіп отыр. Өз ойларыңызды айтсаңыздар, я болмаса осы QR арқылы жауап берсеңіздер. QR арқылы жауап берулеріңізге де болады. Зульфара, мүмкін әріптестеріңіз жауап бере берсін, сіз жалғастыра берсеңіз, QR-ды. Иә. Олай болатын болса, бүгінгі ашық алаңда жұмысымды қорытындылай келе, интерактивті ойындар, инклюзивті білім беру жағдайында оқушылардың жеке ерекшеліктерін олардың материалын аяқталды. Рахмет. Жақсы, рахмет тәжірибеңізбен бөліскеніңізге. Жалпы әріптестердің арасынан осы өз тәжірибесімен бөліскен әріптестерге қоятын сұрақтарыңыз болса, барлық әріптестер осы жерде күтіп отыр. 1-2-3 минутқа мүмкіндігіміз бар. Мен кешірім сұраймын, менің жаңағы сіздерге ұсынған материалымның бір бейне материал көрсетілмей қалып еді, соны ортаға салсам рұқсат бересіздер ме? 2 минуттық бейне материал. Сөзім жаңа аяқталмай қалған еді.